Бол, сізге де рахмет. Рахмет, бол. Мақтайым ғой. Достығын дұшпаныңызға қызығатын адам екенсіз. Рахмет. Қолыңызды сол қалтаңызға салдыңыз. Ішінен 10 мың алдыңыз, қалған не үшін ап қалдыңыз? Бәке, оны да банкке салыңыз енді. Екі аяғыңыз тең болсын, банкке салып кетіңіз, ең болмаса. Тең қып кетіңіз, дей? Иә, рахмет. Ергезек 3-ке дейін ғой, бәке, білесіз ба? Келіңіз. Ергезек 3-ке дейін ғой, балаңыз күні үйленіп атқан жоқ қой. 4 құбылаңыз тең болсын енді. 4 құбылаңыз тең болсын. Әзілдеп атырым, болды. Мына бала құнығып кеткен екен ғой демеңізді. Бұл ақшаны мен амай, мағандар. Осы кісіге қалады. Рахмет. Қатыра дегесі дейінші. Рахмет. Енді мұна қазақ айтады, алған әйелің салақ болса, байдың да дәулет жетпейді деген. Мұна келінің құлағына алды сырға, от жақпаған үй қора, адам кірмеген үй мола дейді. Қонақ кесе есікке, жүгіріп шық кешікпе. Қарсы алмасаң мейманды кесір болады несіпке. Келген қонақтың бәрі несібені күліп қарсы алу керек. Туған келініңізге, енеңізге бір сәлем салып қойыңыз. Бұрын кестелі орамал деген болушы еді. Мына қазақ айтады, орамал тақпаған әйел арын ұмытады дейді. Күйеуінің барын ұмытады. Орамал тақпаған әйел істеген тамағына шашы түседі. Келген қонағына назар түседі. Орамал тақпаған әйелдің күніне 70 шаш түседі. Ақыретте түскен шаштың әрқайсысына жауап беретін боласыздар. Бастарыңыздағы шашты әурет деп білсеңіздер, мұнан тастамаңыздар. Құран оқығанда бастарыңызға салфет қойып отыра бересіздер. Ол ондай емес. Мына баланың еңбегі, мынаның басында ақша бар. Бүгінгі бала ертең дана деген. Даналы болып қартайсын, өссін Құдай қаласа. Тәрбиелі өссін Құдай қаласа. Қоңыраттар көп қой. Қоңыраттар бар ма? Қоңыратқа шапала ұрмаған тоғырат дейді. Рахмет, тоғыр жүрмесіңдер, жігіттерге рахмет. Енді мынау сақалы бар, мұрты бар, тақия келгенде аталар бар ма? Жастарға бата берсін, келін бет ашпасын. Мұрты бар, сақалы бар аталар бар ма? Шапан киген. Шірей онда да жоқ шығар. Жас балдар сақал қойып алады, шалдар апса, кімнің бала, кімнің шал екен таппай жүрсің. Заман сондай қазір. Базарбай аға, кесеңізші, ол жастың класса сұлап жеді, жан-жаққа. Ата кеңіз, бір қол соқ қойыңыздар. Ата кеңіз, ата. Жасыңыз біраза кеп қалды ғой, жас емес, кеңіз. Шапана ұрмасанда шықпайды бұл кісілер. Рахмет. Жан-жағыңызға көр қарадыңыз ба, үлгенсіз болып қалғасыз. Мына қазақ айтады, бір адам от жақса, 100 адам жылынады. 1000 адам соққан көп, бір-ақ адам тас талқан етуі мүмкін. Бүгін сенің қуанышың. Бүгіннен бастап алыс жақын деп білген күнің, артта қалды бойдақ болып жүрген күнің. Мен сені шын жүрекпен құттықтаймын олжас. Құтты болсын кашакқа кірген күнің. Аға келсеңізші, асықпайтын кісі кез. Әпке, сіз де келіңіздер. Мына қонаққа бармаған қонағын жөндеп күте алмайды. Рахмет. Келіңіз, қорқпаңыз. Ұрсып қалғансыздар ма? Сөйтіп тұрсаңыздаршы, ада. Рахмет. Аман болыңыздар. Енді мына қоржынды алмасам да кетейін, байға балап, нарға балап. Мынаны Олжас саған берейін, жақсылап тұрып тойға жарады. Рахмет. Олжас, сен кімге бересің оны? Кімге бересің? Папасына береді. Мамасына береді. Мамасы папасына береді. Хотя бы үйге дейін ұстап барсын да, жеңше. Хотя бы үйге дейін ұстап барсын, мәз болып қалсын. Ақшаны болсын. Бидайдың баратын жер дермен ғой, негізі әйелдер стаса береке болады ше. Стасаң түк қалтаңда 50 теңге қанша жарата береміз ғой. Рахмет. Мына ыстының ұлысы айтады. Жаман келіннің 2 пышағы болады. Бірі қолындағы, екінші тілінің пышағы. Қолындағы пышақпен нан тураса, тілінің пышағымен еркектің жаны турайды. Жек қояды да миынан еркектің миынше. Жақсы келіннің 3 белгісі болады. Қонақ келсе жүзінде күлкісі болады. Сол қонаққа ас беретін ас үйінде осындай оқтау болады. Күйеу қаттырақ сөйлесе тілінде тоқтау болады. Мына келініңіз бағдәулетті малды, инабатты арлы, осы әулеттің келінің алды болсын деп аманат қылып ұсынайық. Келінің оң қолына ұсынып қойыңыз, жатқызып беріңіз. Жатқызып көлденең. Шапала ұрып қойыңыздар ағайындар. Оқтау тарт көрің, жақсылап тұрма. Тарт көзің шыдап тұрма. Болды. Ол жаста сүйіп қойсаңшы, біреудің баласы емес бұл. Ей, молодец. Сіз де сүйіп қойыңыз. Үшті қой жүр. Енді жақсылап шапала құрып отырыңыздар. Әнің рағымырайық. Апамыздың алқасы-ай. Қошеме тұрып отырайық. Әпкеміздің алғасы. Осы тойдың болғаны. Ол жас бауырымның арқасы. Қаттыра көріп отырайық, шапалақ шақшықпай. Ағайындар қайда екен? Жұлдыз бекен, ай мекен? Айналайын қайшылар, ей!
Шапалақтарың қайда екен? Жақсылап қол соғып қояйық. Рахмет. Аман болыңыздар. Той қыласын. Енді мына қазақ айтады, қонаққа бармаған қонағын жөндеп күте алмайды деген. Қонаққа барсаң күте біл дейді. Алланың барына, ақыреттің барына сенген адам келген қонағын дұрыстап күтсін деген. Осы екі кісіні қонақ жайлығы көңілдеріңіз шығып жатса, бір қол соғып қойсаңдар болады. Сіздерге рахмет. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Келіңіз өзіңізге тартсын. Жақсылап тәрбиелеп үйретесіз. Тап-таза қылып үйретесіз, Құдай қаласа. Ірі малды келін ғой, келіңіз. Ірі малды ма? Иә, кенжесі. Рахмет. Ең бастысы, әулетке ең бірінші түскен келін адалдан түссе керек. Одан кейін осындай келіндер жалғаса берсін. Ал құрметті қонақтар, қызарып атқан күн жақсы, күлімдеп батқан күн жақсы. Мен сіздермен қоштасам, көріскенше күн жақсы ағайындар. Бәрі сенің ырысың, бәрі сенің жұмысың. Халқым саған рахмет. Менің де біт жұмысым. Баршаңыз биге асықпаңыздар үйге. Сіздермен бірге болған мен Дмитрий Нагиев деп қойсаң, биге шығыңыздар ағайындар, той аласын. Тарқамайым жас келін үйге алып кірейік. Билейміз жігіттер, қайтпаңыз. Қоңыраттар сіздер құрметтеріңізге. Бұл ырза болсаңдар той аласын ағайындар.